Батыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының Батыс Қазақстан облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Батыс Қазақстан облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасы жетекші мамандандырылған кітапханалардың бірі. Кітапхананың кітап қорында 46 мыңнан астам дана әдебиеттер сақталған. Соның ішінде бедерлі нүктелі түрінде әдебиеттер, бедерлі графикалық құралдар, дыбыстандырылған және жайпақ баспа қаріп түріндегі әдебиеттер, сондай-ақ CD дискілеріндегі электронды басылымдар бар. Кітапхана 1969 жылы зағип оқырмандардың мәдени бос уақытын ақпарат алмасу бағытында ықпал ететін қарым-қатынас орталығы ретінде ашылды. Бүгінгі таңда кітапхана қызметін 2300-ден астам оқырман пайдаланады. Соның ішінде көз мүгедектері, олардың отбасылары, көру қабілеті бұзылған балаларға арналған облыстық арнаулы мектеп-интернатының оқушылары, студенттер, мүмкіндігі шектеулі жандарды оңалту мақсатында қызмет жасайтын мамандары, қызмет көрсету тегін. Оқырмандардың ақпараттық қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында қазіргі заманғы технологияларды енгізу, зағип оқырмандарға қажетті тифлотехникалық құралдарды ұсыну, ақпараттық ресурстарға өз бетінше қол жеткізуді қамтамасыз ететін автоматтандырылған жұмыс орындарын орнату негізінде жүзеге асырылады. Кітапхананың құрылымы: қызмет көрсету бөлімі, толықтыру және өңдеу бөлімі, тифло ақпараттық библиографиялық бөлімі, дыбысты кітаптарды өндіру бөлімі. Зағип жандардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында әртүрлі бағытта клубтар жұмыс жасайды. Олар муза поэзиялық клубы, сырласу қыз-келіншектер клубы, Ақжайық зияткерлік клубы, денсаулық сауықтыру клубы, Нұршуақ отбасылық клубы, жалынды жастар клубы, сондай-ақ қадыр әлемі үйірмесі. Брайль қарпінде оқуға және жазуға үйретуде брайлист үйірмесі жұмыстанады. Зағип пайдаланушыларға арналған автоматтандырылған жұмыс орны бар. Кітапхананың зағип оқырмандарының ақпараттық қажеттіліктерін толықтай қанағаттандыруда бедерлі нүктелі қаріп түрінде Луч ақпараттық газеті, қыз-келіншектерге арналған Әдемай, балаларға арналған Балбұлақ балалар журналы шығарылады. Кітапханалық жобалар мен бағдарламаларды енгізуге көп көңіл бөлінеді. Онлайнда Қазақстан туралы оқимыз. Тактильді кітап зағип және нашар көретін балаларға, өнерде өрге жүзгендер, туған жерім тұғырым жобасы. Батыс Қазақстан облысының киелі жерлерінің көп форматты басылымдары ақпараттық жобасы, шекарасыз кино әлемі Тифло кино жобасы. Біз кітаппен біргеміз кітапханалық бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Кітапхана түрлі байқаулар мен конкурстарға қатысып, алдыңғы қатарлардан көрінді. Рухани қазына 2019 байқауының үздік облыстық маңызы бар зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапханасы номинациясына мәдениет пен білімді дамыту өрлеу қоры Қазақстан Республикасының үздік кітапханасы атты онлайн байқауында бірінші орынға ие болды.